Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы күндеріңіз берекелі болсын. Мынау ұлыстың ұлы күні 22 наурыз күн мен түннің тең еліп, адамзат баласына, бүкіл жан-жануарларға Алла тағаланың бүкіл жер бетіне жылулық сыйлап, сондай берекелі күнді нәсіп етіп отыр. Сонымен қатар ел жұрт, ағайын, туыс-туған, көрші-қолам баршасы жиналып, әз-наурыз жасап, салт дәстүр сақтайық, санамызға насихаттап жүрейік арамызда, ұмытылып осылар қалмау үшін жеткізейік баламыздан баламызға демекші, салт дәстүрлік ойындарды өзіміздің ұрпақтарымызға тәнті етіп жүрген, соны көрсетіп жүрген, соны бірге алып жүрген ағайын жұртшылық сіздерге Алла өмір берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тоқшылық болсын, молшылық болсын, берекелі болсын. Алла осы елімізге аман, жұртымызға тыныштық, берекелі күнді, заманды нәсіп етсін. Қарттарымызға, аналарымызға, ағайын туыс жұртшылықтарға иман, инсап берсін. Иманның байлығын берсін. Алла осы ел жұртымызға берекелі күнді нәсіп етіп, келе жатқан қасиетті де берекелі Рамазан айында мұсылман жамағатының асыға күткен сол айда ораза ұстауларымызға Алла нәсіп етсін. Бүгінгі еліміз үшін, жұртымыз үшін жасаған жақсылықтарыңызды, дұға тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Отбасыларыңызға, мал жандарыңызға Алла береке берсін. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметпен Жәнібек бауырларыңыз ұлыстың ұлы күні мерекелеріңізбен құттықтаймыз.